Қайырлы күн достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, соның ішінде ұмытылып бара жатқан тағам өрме төстің жасалу жолымен бөлісемін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ішегімізді өріп аламыз. Қалай өру керектігін сіздерге көрсетіп жіберейін. Ішектің мінекей ұшынан аласыздар да, кәдімгі жіп байлағанда екіге байлайсыздар. Мінекей бір, екі. Байлап алдық. Енді осыны бас бармаққа кіргіземіз. Мінекей, кішкене ұзындау қылып алыңыздар. Мінекей. Енді ішегімізді әр саусағымызға тура осылай орап шығамыз. Мінекей. Осылай орап алдық. Енді мына ішекті апарып бас бармағымызға ораймыз. Мінекей. Екінші ішекті бұлай орап, бірінші тұрған ішекті шығарып аламыз. Тек қана сырт жағымен алып отырамыз. Мінекей, барлығын осылай жасаймыз. Мінекей. Мінекей. Тура осылай ары қарай өре бересіздер. Мінекей, тек қана сырт жағымен аламыз. Тағы да осылай әрекет ары қарай жүзеге аса береді. Мінекей, екінші қойдың төсін алып, сүйегінен етті ажыратып аламыз. Мына жерден бәрін етті пышақпен кесіп алуымыз қажет. Мінекей, мен екіге бөліп орайын деп тұрмын. Сіздер бірге орасаңыздар да болады. Мінекей. Тұз алғандықтан тұз қоспадым. Сарымсақты қойып шығамыз. Мінекей, бірінші сарымсақты салып шығамыз. Майдақ турасаңыздар да болады. Бұрыштерді сеуіп аласыздар. Сарымсақтан кейін қара бұрыш, қызыл бұрыш өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Менің етім тұз алғандықтан тұз қоспадым. Егер де ет балғын болатын болса, яғни жаңа сойылған малдың еті болатын болса, онда міндетті түрде тұз қосасыздар. Мінекей. Енді оның үстіне укроп саламын. Және сәбіз салайын деп тұрмын. Бір сәбізді ірі көлемде турап алдым. Барлығын салып болғаннан кейін етімізді ораймыз. Нығыздап ораймыз. Нығыздап орап болғаннан кейін біз бұны қойдың бүйеніне салатын боламыз. Сонда ішіндегілер шашылмайды. Бүйенге салғаннан кейін өрілген ішекке саламыз. Бұл ішек аш ішек деп аталады. Қойдың аш ішегі. Мінекей, осындай әдемі өрме төстігіміз дайын болды. Енді осы өрме төстігімізді сыйымдылығы үлкен ыдысқа молырақ су құйып, оның үстіне өрме төстігімізді салып, қайнаған күтеміз. Қайнағаннан кейін оның міндетті түрде көбігін аламыз. Көбігін алғаннан кейін отты баяу отта 2 сағат қайнатамыз. 2 сағаттан кейін сүзіп аламыз. Мінекей, біздің өрме төстігіміз дайын. Қазақтың ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарын жаңғыртайық. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді болды.
сіздермен болған айгөлектің асханасы. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар, қазақша контентті қолдаңыздар.